Hazırki poyzlarında 2 etajlı poyzlar. Sizge unavattır mı? Qanday? Сәл жүрсек, уже Словакияның территориясына өтіп кете жағайдық. Архитекторларды шақырып, стенаға ұқсап тұрды. Достар, хаммеге сәлем. Мен сіздер менен Гозал. Европа бойлап саяхатымызды давам етеміз. Чехия Республикасында 2,5 мыңнан астам сарайлар һәм қорғаулар жайласқан. Бұл сарайлардың һәммесі өз бағы, паркі, оранжереяларына ие. Флора һәм фаунасы, яғни табиғаты жүдә рауашланған һәм ЮНЕСКО тарафынан қорғалады. Біздерді чех достарымыз Кромержеш қаласына мұрат етті. Бұл қала өзінің ЮНЕСКОға кірітілген гүллер бағлары менен жүдә атақлы. Менің күйеуім Құрал 9 жылдан бері Чехияда жасап келеді. Һәм ата-анасына Европаны көрсетуді көп арманлаған. Сондықтан біздер аяққа тұрып, ақша жинап, оларды Европаға мұрат еттік. Һәм бір ай біздер менен Европа бойлап айланды. Меніңше оларға жүдә ұнады. Бағларда айланып жүргенімізде жәннетке түсіп қалғандай болдық деп айттым. Кромержеш қаласы жүдә сұлу, бірақ та мен көп видео ала алмаған ұқсаймын. Мындай горячий шоколад заказ қойдым. И не такой красивый. Соның үшін кофе брейктен кейін басқа қалаға өтеміз. Отырамыз, ар жағында красота бар екен. Бізде таза қалаға келдік. Ледница деген қатты сұлу қала бұл. Жерде не бар? Дейді. Замок. Қазір көреміз қазір. Ледница сарайында Лихтенштейнлар династиясы жасап, һәм сол династияның королі патшасы шығыс архитектурасына жүдә қызығатын болған. Соның үшін шығыс жақтың орнаментлеріне жүдә ұқсап кетеді. Бұл сарай десек болады, қазір сол Лихтенштейнлар династиясына тиесілі болып, 16 асырларда салынған, реконструкция қылынған швед ұрысынан кейін. Қазір сіздерге ЮНЕСКОға кіргізілген тарапын көрсетемін. Сол Лихтенштейнлар династиясының бір король, то есть королі восточный. Шарқ несін жақсы көретін болған. Архитектурасының сонан кейін мынандай минарет салдырған, заказ етіп. Неоготикалық стиль есапланады. Табиғаты басқаша, һәме жерде табиғатқа үлкен итібар беріледі. Қандай болса сондайлығын қалдырады. Тек азғана адамларға қолайлық жаратады, мынандай қылып жолға. Так һәмесін солай қалдырады. Сол жаңағы ғасырдың қасында сондай тоғайлар, көл. Қазір күз басылып жатқаннан кейін мынандай сұлу һәме жер. Ғана өзімді түсірген. Жерде мен барман. Тып-тыныш. Қандай тыныш жер екенін сезуім үшін үндемей жатпын. Ерде мындай қылып стрелкалар бар, көрсетіп қойыпты. Мынандай ашықлық жерлер. Банданспен жүрміз. Тоғайда жүрміз. Мындай қылып айландыратын олай бар екен. Ой, үлкен екен. Кейін мынандай кішкентай кемелерді барса болады. Минареттің қасына. Пешком барамыз бірақ. Көп жүруіміз керек. Мынандай ашық.
Олардың реакциясында. Қалай сізге ұнап жатыр ма? Ұнағанда қандай? Яқ, бұл басқа. Бір затылар тауып жеп жүріппіз. Тоқайдың ішінде. Әр түрлі затлар тауып. Не? Совет фотосына тұтты. Екі қырық жетті. Азғантай ауқат алып алдық. Енді қазір тоғайдың ортасында ауқатланып аламыз. Такой лес. Ешкім жоқ. Жерден басқа. Сондай тропинка, сондай соқпақ тауып алып кетіп барып түсі соқпақтан таққап шығатығынан. Жерде балшықта, батпақта, жерде бабиолар бар екен. Аны үйреклер тұптар жақта. Қасыры деген алдын целый болған, просто мынау ұрыстан кейін сондай халықларда жерге дейін корабльдер келеді екен. Әбден көрсетіп тұғыным. Великлар үшін жоллар бар. Саяққа келеді. Машиналарына великларын артып, спортивный тауға міне тұғын великлар. Қазір таза екеніміз қалаға рад деп айтып енді замок. Вот такая красота. Прям вело екен да. Семейный велосипедистлар. Жерде. Біздер жаңа соқпақтан кете беріппіз. Ол кете берсек, ол басқа қалаға барып қалдық. Бұл жерде басқа қасыр бар екен. Сәл жүрсек, уже Словакияның территориясын өтіп кете жағайдық. Ақштау картадан қарап, және тауып алдық. Бір жақ жерімізге. Мұндай хамежек қапай. Әтібәр беріп қарасаңыз, сонша тереклер тұрыпты ғой, міне арқайын өсіп. Мен кеттай тереклерден сондай қылып, асырап, әр жағын защита қылып, соны байлап қойыпты да. Соның үшін сондай үлкен тереклер өсетті кейін. Біздер міне Чехиядағы единственный минарет шығар бұл. Сол минаретті біздердің араб, восток сояқлардан ilhamlanып, архитекторларды шақырып, сол жердегі жасаған король Пернштейн деген осы жерге салдырған. Минарет деп айтады бұлар болғаны. Бұлар үшін бұл бір басқаша архитектура. Әзір енді мынандай олардың бағына келдік. Осы бағы бар екен. Ухоженный, қазір көреміз. Іште стеклянный теплица ұқсаған жерде бар екен. Красота. Красота. Қазір көреміз. Лаванды. Пальмалар. И вот такая красота. Красота, я? Вау, красота. Әр түрлі гүлдер бар екен. Әнерде дронмен тұрып атыр жоқарда. Мына қараң, мыналар терек, стенаға ұқсап тұрды. Там жер стенаға ұқсатып қойыпты. Doğru ya.
Мен жасыл убакта келсин деп отуруп едим. Бирок бuyakta мына хаммеси ел болгондон кийин турат, кыстарда жап-жасыл болуп турат. Міне қуанып жүріп. Так. Мынакта блогершылыклар баштанып атат. Атасы. Muhabbet perişteli. Ооба. Так, міне хайран болуп жүрүп. Специально сол тогайдан кийин мынакка келип деп едим го. На десерт. Ооба, ооба. Жеп алдай. Кусты. Такой фонтанчик в готическом стиле вообще. Или Судан готический надо следить. Жауаман деп тупту. Мынаған қараң, велосипедтердің стоянкасы. Bike Tower. Міне ішінде келіп тұрды. Сен велигіңді түсіріп береді да мына жерден. Сізге төлеп қойып кетесең, сол бір великті түсіріп береді. Қазіргі пойыз заманда 2 этажды пойызлар. Коляска, велосипедтер қоятын отдельно. İçinde қандай удобстволар бар. И дауысы жүреді. Не пойыздың дауысы umuman жоқ. Тып-тырыш болып келеді. Скорый пойызлар. Вот так вот. Сондай тұп-тұрыс.